Бром-сутектің пропиленге қосылу реакциясы Марковников ережесі бойынша қалай жүретінін қарастырайық. Біз Марковников ережесін карбкатиондардың тұрақтылығы тұрғысынан түсіндіруге тырысып көреміз. Пропилен молекуласы этилен молекуласындай симметриялы емес, сондықтан бұл жағдайда бірден артық қосылу өнімдері түзілуі мүмкін. Яғни, реакцияның екі түрлі жолмен жүру мүмкіндігін қарастыруымыз керек. Біріншісі, орталық көміртек атомының айналасында оң заряды бар симметриялы карбкатион арқылы жүреді. Екіншісі, оң заряд қосымша көміртек атомдарының бірінде орналасқан симметриялы емес карбкатионның түзілуімен жүреді. Егер екі аралық карбкатионды салыстырсақ, бірінші жағдайдағы екіншілік карбкатион анағұрлым тұрақты екендігін көреміз. Ал екінші жағдайдағы біріншілік карбкатион тұрақсыздау болады. Реакция тұрақтылығы жоғарырақ екіншілік карбкатион түзуге бейім келеді. Сондықтан реакцияның негізгі өнімі 2 бром-пропан болады, ал 1 бром-пропан аз мөлшерде ғана түзіледі. 2 бром-пропан жағдайында сутек атомы көбірек сутек атомымен байланысқан көміртек атомына қосылатынына назар аударыңыз. Осылайша, алкендердің Марковников ережесіне сәйкес қосылуының себебі карбкатиондардың тұрақтылығындағы айырмашылықтарға байланысты.